Рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданғаннан бері Павлодар облысында ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін түрлі жобалар жүйелі түрде жүзеге асуда. Осы ретте 3 күн бойы аймағымызда рухани жаңғыру бағдарламасын ілгерілетудегі өңірлердің тәжірибесін зерделеу жөніндегі республикалық мониторингтік топ жұмыс атқарды. Елордалық меймандар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда оң нәтижелер көрсетіп отырған Ақтоғай ауданына іс-сапармен барды. Ең алдымен қонақтар ақын Истай Беркімбаевтың мазарына барып, Құран бағыштады. Кейін Ақтоғай рухани жаңғыру қоғамдық қорының демеушілігімен ауданда ашылған ескерткіштер мен батырлар аллеясына барып гүл шоқтарын қойды. Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебінде рухани жаңғыру бағдарламасы жүйелі жүзеге асуда. Мониторингтік топ мүшелері білім ордасына түлектер мен демеушілердің көмегімен ашылған атаулы кабинеттермен танысты. Осы кабинет мен айтқанда 2018 жылдың 1 желтоқсанында тұсаукесері ашылды. Сол ашылғаннан бізге мұғалімдер осы сыныпқа барлық жинап, пікірталастар, сұхбаттар, осы кабинеттермен таныстырады, өз рухани жаңғырудың тақырыбын көрсетеді, барлық түстерін, осы жаңа сіз айтып кеткендей бұл бүркіттегі түстерді түсіндіре бастап жатыр. Ең алдымен мен ойымша ол бастауыш сыныптарға керек, өйткені ол болашақ ұрпақтағы барлық көне дәуіріндегі салт дәстүрлерін бәрін білген жөн деп ойлаймын. Ақтоғай ауданында рухани жаңғыру қоры жақсы жұмыс жасауда, және осы қордың қаражатынан, қордың көмегімен көптеген нәтижелі жобалар іске асырылуда. Кітаптар шығарып жатыр, жаңағы ескерткіштер ашылып жатыр, бюстар ашылып жатыр. Сонымен қатар біздің осы мектепте, осы Ақтоғай ауданында Ақтоғай тану жобасы іске асырылуда. Осы жоба бізде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асырылуда. Және осы бір мектептің ішінде мектептің түлектерінің көмегімен және меценаттың қолдауымен көптеген атаулы кабинеттер ашылып жатыр. Бұл біздің рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жасалып жатқан үлкен нәтижелі жұмыс деп санаймыз. Және де біздің рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жалпы өңірімізде де көптеген шаралар, жобалар іске асырылуда. Соны мектебіме тағзым акциясын алсақ, Абай мектебінде де қолдау көрсетіп жатыр түлектер. Ақтоғай аудандық мәдениет үйі Ертіс ауданымен бірлесіп халық дәстүрлерін насихаттау мақсатында көрмелер ұйымдастырды. Қамшы өру, ұршық иіру және талқан жасау бойынша шеберлік сабақтарын көрсетті. Қазақтың мәдени әдеби өмірін дамытқан Ақтоғай ауданы халқына елордалық меймандар алғысын айтты. Елбасымыздың бастамасын қолдап отырғандарыңызға, осындай жобаларды жүзеге асырып отырғаныңызға бір ел болып алғысымды білдіргім келеді. Екіншіден, бүгін қуанып отырмын, ауылды мекендер өстіп дамып, бүгінгі күні осындай жақсы іс-шаралар өткізіп, көрнекті мәдениет үйі болсын, мектептер болсын, бағандан бері қарап жүрміз, қаншама кабинеттер ашылып жатыр екен. Ескерткіштер, ұлы тұлғаларды ұмытылмас үшін ескерткіштер ойнатып жатыр. Сондықтан бұл да осы бастаманың бір белгілі нәтижелері деп білемін. Сондықтан сіздерге мыңда бір алғысымды айтқым келеді. Ауылдың гүлденуі, ол елдің гүлденуі. Ауданда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бірқатар игі жұмыстар атқарылды. Ұлттық құндылықтарды ұлықтаған ақтоғайлықтардың әлі де жүзеге асар жобалары алда екені сөзсіз. Осы мақаланы 2017 жылы тыңдап, талқылап, шараларды бекітіп, сол жоспар бойынша жұмысты атқарып отырмыз. Енді нақты айтып кетсек, ақырғы 3 жылдың ішінде біздің ауданымыз көркейіп, осы мақалаға сай болып келе жатыр. Оның бәріне өздеріңіз дәлел болдыңыздар. Біздің Ақтоғай ауданымызда рухани жаңғыру қоры ұйымдастырылды. Сол қор арқылы оған енді қаражат біздің үлкен кәсіпкерлеріміз, тұрғындарымыз қаражатпен бөлінісіп, мемлекеттік ұйымдардың қызметкерлері бәрі жиналып, қорға ақша салып, қаражат салып, сондай көп жобаларды іске асырдық. Тағы бір жақсы бір жобамыз бар, туған жер деген. Ол жоба бойынша Ақтоғай ауылында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған обелиск ашылды. Тағы бір жақсы әдемі бір жобамыз бар, ол Ақтоғай жыры деген жоба. Осы жоба бойынша біз енді Ақтоғай ауданы көп нәрсемен мақтанамыз. Сол бір мақтанышымыз біздің жас қаламгерлер.
бір жастар осылай жиналып, осы алдымыздағы үлкен бір тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған бір жақсы сыйлық жасаймыз деп, біздің жас қаламгерлер жиналып, бір өлеңдер жинағын шығаратын болды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облыс орталығындағы музыкалық мектеп-интернаты кешенінің қабырғасында өңірімізге белгілі сазгер Рүстембек Омаров атындағы арнайы кабинет ашылды. Салтанатты шараға елордадан келген меймандарымыз куә болды. Павлодар облысында Рүстембек Омаров атындағы ұлт аспаптар оркестрі бар. Ал енді даңқты жерлесімізге арнап бір кабинет ашу заңдылық. Бұл кабинетте сазгердің болашақ ізбасарлары тәрбиеленіп шығады деген сенімдеміз. Салтанатты ашылу рәсіміне Рухани жаңғыру Қазақстандық қоғамдық даму институтының Рухани жаңғыру орталығының басшысы Жанар Боқанова арнайы келіп қатысты. Шарада сөз алған спикер келген қонақтар мен колледж студенттеріне алғысын білдіріп кабинеттің ашылуымен құттықтады. Жастарға тәлім тәрбие беріп жатсыздар, сіздерге мың алғыс. Енді бүгінгі кабинет, ашылған кабинет, енді жаңа айтып отырмыз, мен ойлап едім, біздің елімізде 5-6 мектеп бар деп. Бүгін 7 мектептің жалпы мәлімет туралы, атамыз Омаров атамыздың туралы шебер, виртуоз, домбырашы екенін өзіміз көріп деген сияқты біздің елбасымыздың үлкен бір жобасы бар, арнайы жобасы бар. Ол ұлы даланың ұлы есімдері дейді. Бүгін біз осы еліміздің ұлы даламыздың есімдерін шығарып отырсыздар. Негізгі жоспар бойынша аталмыш кабинет былтыр ашылу керек еді. Елдегі шектеу шараларына байланысты биылға қалдырылған. Өкінішке орай осы пандемияның кесірінен біраз шегініп қалды, дегенмен осы біздің жас ұстаздардың және студенттердің өздерінің жұмыс тобы құрып, осы Рүстембек атамыздың барлық ақпараттарын, биографиясын, шығармашылығын, фотосуреттерін, барлық құжаттарын жинап, Алматы қаласына арнайы сапармен барып, осындай үлкен жұмыс жасалып, бүгін осындай шығармашылық кабинет ашылып жатыр. Рүстембек Омаров 1919 жылы Аққулы ауданында дүниеге келген. Жастайынан ата-анасынан ерте айырылып, өмірдің тауқыметін көріп өседі. 1934 жылы Ахмет Жұбановпен танысып, өнерге, әнге деген қызығушылығы арта түседі. Уақыт өте келе Қазақ ұлт аспаптар оркестрін құруға атсалысады. Қазіргі уақытта салып жатқан сара жолы әлі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы енгізіліп, тарих беттерінде сарғайған ұлттық құндылығымызға жаңа серпін бергенде, қолданыстан кеткен салт дәстүр, әдет ғұрып қайта жаңғырып, өскелең ұрпақтың бойына сіңді. Ұлы есімдерді ұлықтау мақсатында атаулы кабинеттер ашылып, көшелерге ұлы тұлғалардың есімдерін беру жұмыстары атқарылды. Бұл мақала ғана емес, мазмұны терең, ауқымы өтеген, ұлт руханиятын 21 ғасыр биігіне көтеретін рухани жаңғыру бағдарламасы.